Evili ata öteyin, ata baba ervahım, ahlasırın elhamdayı, havuza taratıp şoldayıp, ölüge doğa kolşayıp, haktan da gelgen kazağa, şükürdü eliniz saksadan ney sol adamlar ülgüdal, köndü kurabay şırağım, İyilikte turabay senin sal, şayında kursalay kaynağan, üyünde balangay köp bulsun, şaburup koşurup oynağan. Kınavda turganay yenesi, aydın gülün ey kemisi, o söyletti ay ıstağan, kabargan ay şegesi, sonduktan da ay gelin canla, Akmaral degen yenege, ilimde turamay selim etti. Aynaga abısındarga selim edi, selimin davvedim edi. Alып жатырмыз, тойларың тойға ұлассын, екі балаңыз бақытты болсын, Ақмарал Құдағай өзіңіз сияқты сымбат, жақсы келін болсын осы Табынай ауылына. Әуелі Алла, мен сымбатқа сенемін. Сымбат кішкентайынан өзі дара, сондай бір ақылды, арманшыл болып өсті. Сол жаңа қарап отырсам, Ақмаралдың жүрісі, тұрысы біздің Сымбатжанға келеді екен. Айтады ғой қазақта, келін ененің топырағынан деп. Сымбаттың негізі анасы сондай мінезі ауыр, сондай байсалды, өмір болғасын өмірде ақ пен қара қатар жүріп, өмірден өтіп кетті Сымбаттың анасы. Сымбат 10 жасына келген кезде ақ пен қараны әлі түсіне қоймаған кезде Сымбат үлкен өмірдің сынағында болды. Көп жағдайда айтып жатыр, Сымбат жас кетті, Сымбат жас деп. Сымбатты өмірдің өзі есейтіп жіберді. Сымбатжанның жүрегі қазір өте үлкен адамша көрді өмірдің өзі, ешкімді аямайды. Сондықтан да бұл жерде Алланың ісі дейміз, ана дүниеде желеп-жебеп жатса екен дейміз. Тек балдарға бақыт тілеп, балдарды қолдап жетіп жатсын деп бүгін қуанышты күні еске алғым да келіп тұр, алмасқара болмайды. Не айтарымды білмеймін, енді толқып тұрмын, өте қуаныштымын. Баланың бақыты үшін ата-ана осынша тойға мал баланың шашуы деп шашылып жатсыңдар. Тек қана Сымбат пенен Мұстафа қол ұстасып тек абай құдаларының апасы боламын туған. Өткенде біз Алматыға Ақмарал Құдағай мен Қайрат Құда барып қолқа салған болатын. Сол кезде біраз әңгімелесіп, қазақ сұраса келе қарым бөле болады деп, сіздер Бәли ауылына да бөтеншілігіңіз жоқ екен. Ақмарал сол кезде біз бір жұртпен емес, бірнеше жұртпенен осындай араласатын, сондай туыстығын айтты. Енді ол әрине тағдыр, барлық адамның басында бар. Бәли ауылы біздің нағашымыз, біздің мамамыздың көркіні Шаржау әжеміз. Біз негізі Бәлилерден шыққанбыз. Бәли ауылы өте керемет, анамыздың ауылы. Сондықтан да мен Бәли ауылдағы апаларыма соққанмын. Біздің Сымбатжан деген осындай ауылға келіп болып жатыр деп. Сонда менің Рахат апам бар. Мұқашевтар танитын болсаңдар көпшілігіңіз. Мұқашевтар менің сол нағашым. Рахат апа айтқан, Ақмарал менің оқушым деп. Ой болды деді мен, оны ар жағы жақсы дегесін, ішіміз жым-жылы болды. Соған басқасының барлығы бар. Әлі дәм татып көрмеген дәмдерді арнайлап сіздерге жасадық. Үйдің ішіне енді 4 жағынан қолтығын сүйеу, сабауы, оның сабауға байланған орамалы, барлық жоралға жасалды. 4 қолтық сүйерге золотой жүзік. Себебі біз оңына айта алмаймыз үлкен әжеміздің аты. Орамал салғанға да золотой жүзік. Барлығына алтын сақина. Жаңағы ошақ қазар, май түтер, ата шалған барлығы жасалып келді. Құдағай өзіңіз елдерсіз. Шай құярымыз бар келіндерге. Мал баланың шашуы, шашы дейді ашуының, осылай балаларымызға шашылып, ашылып, осылай бұл түндік ашарға. Бұл түндік ашар бұрын көршілерге берілген ғой, енді өзіңіз реттесіңіз. Көпшіліктің кәдесі жыртыс, бұлда көпшілікке таратылады.
Балаларымыз бақытты болсын. Тек қана келсек тойға келген құдағилар, осы Қабырай ауылы баршаңыздың келініңізге, баршаңызға осы біздің Ақсымбат жақсы келін болсын дейміз, қызметі берсін. Мұстафа бізге жақсы күйеу бала болсын. Бақытты болсын жастар. Құлашаларға құрмет қошеметтеріңіз. Париза келін қош. Мен Құрметті құдағилар, тойларымыз құтты болсын. Осындай баршамыздың жанына қалған жақсы болсын. Мен де тақсырда сенбей жақсы жерге бара жатыр деп сондай үлкен сеніммен өзімізді беріп отырмыз. Бірінші Аллаға тақсыр рұқсат берген күні Мұстафаға жазылған, Мұстафаға балам деп та бірінші Аллаға, екінші сенбей саған аманат деп. Үшінші енді сіздерге сенбей енді жас білесіздер, ескертім құдағай. Жамандығын жасырып, жақсылығын асырып, өзіңіз құшағыңызға алып, арғадай менің орныма анасы болып, барлық махаббатыңызды беріп, осы үйде өсіп, өніп, Мұстафа екеуі жапырағы жайқалып, сіздер сияқты сондай үлкен әулет болсын. Біз тек сөйтіп жақсылығына келе берейік, бізді қуанып, біздің ақ дастарханның басына жинала берейік. Сенбей енді балам, сен үлкен өмірге қадам басып отырсың. Мен екі күн бойы саған рұқсат бермесін, айттым ғой, сенбей сен үлкен өмірге қадам басып отырсың, балалықты тастау керек болады. Енді сенің жанатың енді разылығы ата-анада болса, енді сенің жанатың, сенің күйеуің, сен күйеуіңнің разылығын алуың керексің. Сен ата-енеңді сондай құрметтейді, қол аяғын ыстық суға малып отыратын, сондай жақсы келін болғайсың. Екі жақты да Мұстафа екеулер сыйлы болыңдар. Екеуің де қызметтерін екі жаққа бұйырсын. Жаман отбасы барып отырған жоқсың сенбей. Ақмарал апаға ұқсасаң құдағайыма, жаман болмайсың, қасыңда абысының төрінде жатырап жайнап, қаншама мынақты адамдар жүрді. Ол құда мен құданың белгісі да. Сендер екеулер Мұстафа екеу осындай сыйлы болыңдар. Өсіп өніңдер, оқуларыңды жақсы бітіріп, жақсы маман адамдар. Біздің ұл мен қыз осындай стоматолог, осындай Алматыдан да клиника ашылып, папа екеуміз мақтанып жүрейік, жасымызды жоғары көтеріп, осындай әулетке жаңа апа айтып отыр ғой, кір келтірмейтін, сондай мынау қандай келін дейтіндер ауыздары ашылып, тамсанып қарайтындай келін болайсың сенбей. Сен қатты жақсы көремін, қанша қимасың да, ертелі болсын, кеш болсын, қыз барады кету. Жыламайын деп өзіме енді уәде бердім, жақсы жерге барып отырмын. Бүткіл Қазақстан жазып отыр ғой, Париж жыламаңыз, қызыңыз жақсы жерге барып отыр деп. Сол енді тағы да айтатын, құдағай бірінші Аллаға, екінші сенбейсіздер. Аманат, өтініш, жылатпайын. Өзіңіздің қызыңызға қараңыз. Айтайын деп тұрған тілегімнің бәрін ұмытып қалдым. Жүрегіміз бүгін басқаша соғып тұр. Келіндерді алғанда қуанып еді, қыз беру қашанда қиын екен. 30-ға келсе де қызыңды беруге қимайсың. Қыздың тағдыры сол, ол жат жұрт болып жаратылған. Табиғаттан Алланың берген әу баста заңдылығы сол. Ел өзімнің ойымды айттым деп неше түрлісін жазып жатыр. Соны жазғанда мен жаздым, менің ойым деп айтады да, бірақ ол біздер мына туғандарына, мына келінді алып жатырған жақта қандай болып, қанжардай болып қадалатынын білмейді. Бәрінде бастарыңызға түспесе білмейсіздер. Әкесіне қалай қадалып жатырғанын. Біз осындай қызымызды Ақмарал ападай, Қайрат ағадай осындай керемет отбасыға беріп жатырғанымызға қуанып тұрмыз. Жүрегіміз сол үшін де жылып тұр. Жеңешемді қуанып жатырған шығар. Біз бәріміз де қуаныштымыз. Әрі қарай тек қыздарымыз аманат сіздерге. Жақсы болып өмірі жалғаса екен дейміз. Бәріміз де ақ босағаны аттағанда жүрегіміз осылай ауырды. Ол маңдайымызға солай жазылған енді қыз болғасын. Әппақ болып, әп-әдемі болып тұрғанын көріп тұрғасын қуанып тұрмыз. Баршамыз текшіміз.
шапалақ қояйық.